Қазақстандық азық-түлік өнімдері экспортын ұлғайтуға ресейліктердің өздері мүдделік танытып отыр. Олар біздің тауарларды Мәскеуден бастап Новосібір аралығындағы ірі қалаларға жеткізуді көздейді. Орал экономикалық одағы қолға алған бұл жоба отандық өнім өндірушілерге не береді? Қазақстандық азық-түлікке көрші елде сұраныс қаншалықты? Ресейдің сауда орындарында болып, осы мәселені зерттеп қайтқан тілшіміздің репортажы. Оңтүстік Орал өңіріндегі ірі қалалардың бірі Челябіде тек қазақстандық азық-түлік өнімдерін сататын сауда орындары жиі демесек те кездесіп қалады. Мысалы, мынау дүкен 6 ай бұрын ғана ашылыпты. Осы уақыттың ішінде тұрақты тұтынушыларын тауып үлгерген. Қазақстанда өндірілген түрлі тәттілер, ет, сүт өнімдері, кеспелер Ресей нарығында зор сұранысқа ие. Челябі қаласындағы мына бір сауда орнында 500-ден астам отандық өнім түрлері сатылады екен. Келер жылы оның көлемін 1000-ға жеткізу көзделіп отыр. Бұл алғашқы дүкеніміз. Қазақстандық тағамдарға қызығушылық жоғары. Сондықтан жаңа сауда орындарын ашып, кеңейтсек деген ойымыз бар. Ресейдің қарапайым тұтынушылары да біздің елде өндірілген азық-түліктің сапасы жоғары екендігін бір ауыздан растайды. Сүт, қаймақ, сүзбені күнде осы жерден аламын. Басқалармен салыстырғанда дәмі ерекше, ешқандай қоспасы жоқ, таза. Солай десек те Ресей нарығына неге дендеп ене алмай отырмыз? Оның себебін сарапшылар бәсекелестіктің тым жоғары екендігімен түсіндіреді. 45-50% продаж. Ресейде барлық тауарлардың 45-50% федералды ірі сауда жерлері арқылы сатылады. Оларға шығу өте қиын. Келісім шарттарды рәсімдеуге жарты жылдан 1,5 жылға дейін уақыт кетеді. Орал экономикалық одағы қазақстандық өнім өндірушілерге осы жағынан көмек қолдау көрсетпек. Қазір 10 шақты кәсіпорынмен келіссөз жүргізіп жатыр. Келесі кезекте Ресейде олардың тауарларының кең таралуына барынша жағдай жасалады. Пока на Урале, это на Тюмень, Екатеринбург, Пермь. Бастапқыда Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Магнитогорск, Челябі қалаларына шығамыз. Сосын Мәскеу, Новосибирскіні қамтып, федералды сауда желісін құрмақпыз. Жақында қазақстандық өнімдерді тез жеткізіп, сауда орындарына тарату механизмін талқылап бекітеміз. Бұл жобаға қатысуға еліміздің Алматы, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарындағы бір қатар өндіріс орындары ынта білдірген. Тиімділігін көрген кезде олардың қатары толыға түседі дейді ресейлік мамандар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Ресейдің Челябі қаласы, Хабар 24.